Джин Шарп. Диктатурадан демократияға дейін. 8-ші тарау. Саяси бағынбаушылық туралы іс тәжірибе. Егер халықты шарасыздық пен қорқыныш билеген жағдайда, онда кездесетін ең төменгі қауіпсіздік шаралары үшін бастапқы міндет құпия түрде болғаны маңызды. Мысалға, осындай әрекетке ерекше үлгіде киім киюлер арқылы ашықтан ашық бас тартуларды көрсетеді және келіспеушілік акциясына қоғамның тікелей қатысуына мүмкіндік береді. Ал басқа кішігірім саяси емес оқиғалар жағдайында, мысалға, таза сумен қамтамасыз ету үшін күресу, топтардың қызметіне көңіл бөлуге жұмылдырады. Сондықтан стратегтер адамдардың кең көлемде назарын аударатын осындай қызмет түрлерін таңдаулары керек, және осымен қатар тыйым салуға қиындық тудыратын осындай нәрселерді таңдаулары қажет. Тыйым салуға қиындықтар туғызатын осындай шектеулі акциялар тек наразылықтарды жойып, табыстарға жеткізбейді. Сондай-ақ халық санасының мықты мүмкіндігін қайта жаңғыртады. Көптеген стратегтер ұзақ мерзімді күрес науқанында тек диктатураның толық жойылуына тікелей бағытта ғана емес, сонымен қатар шектелген мақсаттарды да жүзеге асыруға ат салулары керек. Әрине, әр науқан жорығы халықтың жаппай қатысуын талап етпейді. Жоспарды жасағанда орындалуға тиісті жүйеленген нақты акциялар мен шерулер басты стратегияда көрсетілген бағыттар бойынша орындалуы тиіс. Іріктелген қарсыласу күрестері. Күрестің алғашқы кезеңінде бөлек-бөлек әртүрлі нақты нысаналары бойынша қарсылық көрсетулері өте пайдалы болуы мүмкін. Осындай жорық науқандары бір-біріне ілесу арқылы жалғасын тауып кетуі мүмкін. Кей кездерде олардың екеуінің немесе үшеуінің уақыттары жартылай бір-біріне сай келіп қалулары да әбден мүмкін. Стратегияның іріктелген қарсыласу жоспарын жасағанда кедергі жасау мәселелерін анықтап алу керек. Диктатуралық билік жақтан болатын көңіл толмаушылық пен жалпы қысымшылық көрсету мәселелерін де анықтау қажет. Осы мәселелер қарсылық көрсетушілердің стратегия нысандағы жалпы стратегия аясындағы екі арадағы мақсаттармен сай келуі мүмкін. Екі арадағы стратегиялық мақсаттар ағымдағы немесе болжамдағы деңгейі бойынша демократиялық күштердің ықпалы арқасында қол жеткізеді. Осылар жалғаспалы жеңістерде жеңіп шығуға және жауынгер рухты қолдау үшін өте пайдалы. Сондай-ақ ұзақ мерзімді күрестің ара қатысының жылжуы үшін қолайлы жағдай туғызады. Іріктелген қарсыласу стратегиясы бойынша негізгі шоғырлану нақты әлеуметтік, экономикалық және саяси мәселелерге байланысты болуы керек. Осындай таңдау диктаторлық бақылаудағы әлеуметтік және саяси жүйелердің кейбір бөлімдерін диктаторлық бақылаудан сақтап қалу үшін және диктаторлық режимнің бөлек мақсаттарына кедергі келтіру үшін жасалуы мүмкін. Егерде мүмкіндік болса, іріктелген қарсыласу жорығы диктаторлық режимнің бірнеше әлсіз жерлеріне біртіндеп соққы беру керек. Біз бұл туралы жоғарыда талқылап айтып өттік. Осылайша демократтар көптеген мүмкіндіктермен жақсы әсер ету ықпалына ие болады. Ең басында стратегтер жоқ дегенде, бірінші акция науқанын өткізуді жоспарлағандары дұрыс. Оның мақсатына не шектеу болуы мүмкін. Таңдалған басты стратегияның жүзеге асуына қалай көмек ете алады? Егерде мүмкіндік болса, бірінші немесе екінші
акция науқан стратегиясын өңдеп, ең болмаса сызба нұсқаны қайта әрлеу саналы әрекет болып табылар еді. Барлық стратегиялар таңдалып алынған басты стратегияны жүзеге асыру үшін арналады және соның жалпы нұсқаулары аясында жүргізіледі. Бейнелеме немесе символикалық шақыру диктатуралық режимнің беделін түсіру үшін бастапқы жорық жасау науқанында біріншілерде азды көпті нақты саяси әрекеттердің өз ауқымда шектеулі болуы мүмкін. Олар халықтың көңіл күйі мен берер әсерін тексеру үшін жартылай жоспарлануы мүмкін. Сондай-ақ диктаторлық билікпен серіктес болудан бас тарту, күресі мен саяси бағынбаушылыққа дайындық үшін жалғастырылуы мүмкін. Бастапқы әрекеттер бейнелеме немесе символикалық үлгідегі шектеулі қарсыласу немесе серіктес болудан уақытша бас тарту акциясы болуы да мүмкін. Егерде акцияға қатысушылар саны көп болмаса, онда алғашқы акция үлгі нұсқа ретінде маңызды бейнелеме ескерткіш орнына гүл қоюмен аяқталады. Егерде акцияға қатысушылар саны аса көп болса, онда бұндай үлгідегі акция барлық іс-әрекеттерді тоқтатып қояды немесе бірнеше минут үнсіздік жариялауы мүмкін. Басқа жағдайларда бірнеше адам аштық жариялауы мүмкін және маңызды бейнелеме ескерткіш орнына пикет өткізуі мүмкін. Немесе студенттер отырып алып қысқа бойкот немесе мекемелік маңызды ереуіл жасауы мүмкін. Диктатуралық басқару жағдайында бұдан аса агрессиялық тұрғыдағы әрекеттер жауыздықпен басып жаншылып, адамдар қуғын сүргінге ұшырауы мүмкін. Кейбір бейнелеме үлгідегі акциялар, мысалға, диктатордың отыратын сарайының алдындағы алаң немесе саяси полицияның штабының алдындағы алаңнан акцияның алғашқы науқанын бастау өте жоғары деңгейде қауіпті болатындықтан осындай жерлерден бастауға ұсыныс берілуі мүмкін емес. Алғашқы бейнелеме үлгідегі қарсылық көрсету акциялары кейбір кездерде кең ауқымда ұлттық және халықаралық қауымдастықтың назарын өздеріне аударғызады. Мысалға, 1988 жылы Бирмадағы көшеде болған жалпы халықтық наразылық көрсету әрекеті немесе 1989 жылы Пекиндегі Тяньаньмэнь алаңындағы студенттердің жиналып аштық жариялауы осы екі оқиға бойынша екі жақтан да қарсылық көрсетушілердің арасында үлкен көлемде құрбан болған адамдардың саны өте көп болғандықтан осындай жағдайларға байланысты стратегтер жоспарлау кезде өте жоғары деңгейде сақтық танытулары керек. Өте үлкен моральдық және психологиялық маңызына қарамастан диктаторлық режимді құлату барысында осындай тәуекел акцияларын өткізудің қажеті жоқ. Өйткені олар үлкен өлшемде бейнелеме үлгіде болғанымен диктаторлық биліктің өзгеру жағдайына алып келмейді. Әдетте, алғашқы күрес кезеңінде диктаторлық биліктің күштерін тез және толығымен жауып тоқтату мүмкін емес. Диктатуралық билікті жоюға қарсылық көрсету үшін жаппай барлық қоғам мен барлық қоғамдық ұйымдар, мекемелер жақында ғана диктаторлық биліктің тапсырмаларын орындап тіл алғыш болған осы мекемелер батыл шешімге барып диктаторлық режиммен серіктес болудан бас тартулары керек. Егерде осындай бас тарту жағдайлары орын алмаса, онда нәтижеге жету өте қиын болады. Сондықтан
көп жағдайда серіктес болудан тез арада толық бас тарта салуы мен саяси бағынбаушылықтың тез бола салуы диктаторлық режимге қарсы ерте сатыда тұрған ереуілдер немесе акциялар науқан стратегиясы бойынша шындыққа сәйкес келмейді. Енді біз жауапкершілікті бөлу туралы айтатын боламыз. Іріктеліп таңдалған қарсылық көрсету барысында негізгі майдан күресі кей уақыттарда бір немесе бірнеше халық топтары арқасында қамтамасыз етіледі. Кезекті жорықта өзге нысанды көздеушілер негізгі майдан күресін кезекті халық топтары арқылы жылжытатын болады. Мысалға, студенттер оқуға байланысты себептер арқылы ереуілдер ұйымдастыра алады. Діни көшбасшылар мен діншілдер діни сенім бостандығы туралы мәселелермен топталып жиналуға болады. Теміржол жұмысшылары қауіпсіздік шараларын сақтау арқылы жұмыстарын тоқтатуға болады. Тілші журналистер сөз бостандығы немесе цензураға байланысты газеттерге жариялауға тыйым салынған мақалалардың орнын бос қалдыру арқылы қарсылық көрсетеді. Полициялар демократиялық оппозиция мүшелерін қамау үшін іздегенде әрқашан сәтсіздікке бой ұсынып көну және ұстап қамауға ынталық танытпау арқылы қарсылық көрсете алады. Қарсылық көрсету науқанды жоспарлағанда халықтық топтармен байланыстыру және белгілі бір халықтық топтардың мәселеге бейтарап болуы, ал осы уақытта қарсылық көрсету өз жалғасын тауып жатады. Іріктелген түрде қарсылық көрсету әсіресе өмірді қорғау үшін маңызды және тәуелсіз әлеуметтік, экономикалық және саяси топтар мен ұйымдар диктаторлық биліктің ықпалынан тысқары салалар. Біз бұл туралы бұрынырақ айтып өткенбіз. Осы аталған билік орталықтары ұйымдастыру негіздері болып табылады. Осы орталықтар арқылы халық диктаторлық бақылауға қысым жасау арқылы қарсылық көрсете алады. Күрес барысында олар диктаторлық нысананың ортасында бірінші боп қалуы мүмкін. Диктаторлық билікті нысанаға алу кейде ұзаққа созылған күресті аса өршіл жоспармен тереңдетілген кезеңдегі алғашқы стратегияға ауыстырғанда стратегтер диктаторлардың билік көздерін шектейтін жолдарын анықтап алу қажет. Диктаторлық билік көздерін шектейтін нысана серіктес болудан бас тарту құралын пайдалану арқылы жаңа нәрселерді құру демократиялық күштерге стратегиялық жағдайда анағұрлым қолайлы жағдай жасайды. Демократиялық күштердің ықпалы артуына байланысты стратегтер серіктес болудан кең түрде бас тарту мен бағынбаушылық таныту туралы жоспарлаулары керек. Осыған байланысты басты нысана диктаторлық биліктің саяси күшінің әлсізденуін ұлғайтып, ақыр аяғында диктаторлық биліктің өзін жою. Сондықтан демократиялық күштер мен диктатуралық билікке бұрын бағынған жақтаушылар мен топтардың арқасында диктаторлық биліктің күшінің әлсіреу барысын мұқият жоспарлау қажет. Яғни диктаторлық биліктің жексұрындық істерін әшкерлеу жолы арқылы оларды қолдайтын күштер әлсірейді ме? Халыққа әбден зәбір көрсеткен режимді осындай жексұрын істерінен кейін олар қолдайды ма? Мысалға, диктаторлық саясаттың әсерінен экономикалық апаттарға жол берілгені, немесе жаңадан сезініп ұғынғаннан кейін диктаторлық режим құлатылуы мүмкін.
Диктаторды жақтаушыларды ең болмаса өз қызметінде бейтарап немесе сырттан бақылаушы болып қалуына көздерін жеткізіп сендіру қажет. Ең жақсысы оларды демократиялық қозғалыстың белсенді жақтаушыларына айналдыру керек. Жоспарлау барысында диктаторлық билікке саяси бағынбаушылықпен серіктес болудан бас тартуды жүзеге асыру үшін диктатордың барлық негізгі жақтастары мен кеңесшілерін және ішкі сұрқияларын қоса алғанда саяси партиялары, полиция мен шенеунік сымақтар, әсіресе оның әскерінен көз жазбай көңіл бөлу аса маңызды. Сондай-ақ қарулы күштері, сарбаздар мен офицерлерінің диктаторға деген адалдық дәрежесін мұқият бағалап, қорытынды шығарғаннан кейін демократиялық күштердің соғысқұмар әскерге әсер етуге мүмкіндігі болуы керек. Көптеген қарапайым сарбаздар жаңа шақырылған әскери қызметкерлердің қатты қысым көріп, бақытсыздыққа ұшырауы мүмкін бе? Көптеген сарбаздар мен офицерлер жеке өзіне байланысты себептермен, отбасы немесе саяси себептерге байланысты диктаторлық режимге көңіл толмаушылығы болуы мүмкін бе? Тағы қандай нәрселер сарбаздар мен офицерлерді демократиялық ықпалдарға мәжбүрлеуі мүмкін? Бостандық үшін күрестің бастапқы кезеңінде диктаторлардың әскерлері мен шенеуніктерімен тілдесетін бөлек стратегиялық жоспар жасалуы керек. Демократиялық күштер сөз көмегімен бейнелемелер және әрекет арқылы бостандық үшін күрес өте екпінді, табанды, қайтпайтын күрес болатынын айтып, әскерилерді сендіре алады. Халықтың күресі ерекше сипатта болатынын әскерилер жақсылап түсініп алулары керек. Қарсыласу күрес кезінде мәселе әскерилердің өміріне қауіп төндіру емес, жоспар диктаторлық режимді жойып, құлату үшін құрастырылған. Осындай тектегі күш салу бағытының түпкі нәтижесі диктатор әскерлерінің моральдық ыдырауына әкеліп, демократиялық қозғалыс оларды қайта бағындырады. Осыған ұқсас стратегияны полиция мен мемлекеттік қызметкерлерге де қолдануға болады. Алайда аяушылық танытуға талпыныс жасаудың түпкі нәтижесі диктаторлардың әлеуеттік құрылымына бағынбаушылық, қарулы күштерді диктаторларды тез құлату үшін әскери жолмен төңкеріп тастауға азғыру немесе айдап салушылық деп қабылданбауы керек. Осындай сценарий барысында өмірге тиімді демократия әрең дегенде пайда болады. Өйткені бұндай төңкеріс халық пен басқарушы күштердің арасындағы теңгерімді өзгертпейді. Сондықтан әскер офицерлерінің қандай жолмен жанашырлық көрсетуін түсінуге мәжбүрлеу керектігі туралы жоспарлау қажет. Диктатураға қарсы ешқандай әскери төңкеріс жасаудың да, ешқандай азаматтық соғыс та қажет емес. Және оны қалаудың да керегі жоқ. Жанашырлық көрсететін офицерлер демократиялық күресте өте маңызды рөл атқарады. Көңіл толмаушылықтар мен наразылықтарды тарату және қарулы күштерге бағынбай, тиімсіздікті әдейі көтермелеу, құпия түрде бұйрықты елемеу және қуғын сүргінге байланысты ұстауларға қатысудан бас тартуды қолдау, тағы басқалар. Сондай-ақ әскерилер де демократиялық қозғалысқа әртүрлі тәсілдерді қолдана отырып, зорлықсыз көмек көрсете алады. Соның ішінде ауысу мен жылжуда қауіпсіздікті қамтамасыз ету, ақпарат беру, азық-түлік пен медициналық көмек және тағы басқалар. Әскерилер диктаторлардың ең басты және өте маңызды
күш көздерінің біріне жатады. Өйткені тәртіп бөлімдері қаруларын тікелей бағынбай қарсылық көрсеткен халыққа бас салу үшін және оларды жазалау үшін әскерлер күшін қолданады. Бағынбайтын стратегтер естерінде сақтау керек. Диктатураны жою өте күрделі немесе мүмкін емес. Егер де полиция, бюрократиялық аппарат және әскери күштер толығымен диктаторлар жағында қалып, оның бұйрықтарын орындаса, онда диктаторлық режимді құлату мүмкін емес. Сондықтан демократиялық қозғалыстың стратегтері диктаторлардың адал күш құрылымдары мен жоғары басымдылыққа ие күштердің алдында диктаторлардың беделін түсіретін стратегияны есепке алуға міндетті. Демократиялық күштер естерінде сақтаулары керек. Қарулы күштер мен полицияға наразылық көрсетіп бағынбау өздері үшін аса қауіпті болуы мүмкін. Олар кез келген бағынбаушылық әрекеті үшін қатал жазаға тартылуы мүмкін және кез келген бүлік әрекеті үшін өлім жазасына кесілуі де мүмкін. Демократиялық күштер сарбаздар мен офицерлерді жедел бүлік әрекетіне шақырудың қажет жоқ. Осының орнына егерде олармен байланыста болса, онда оларға бастапқы сатыда қолдануға болатын жасырын бағынбаушылықтың көптеген қауіпсіз үлгілері бар екенін нақты айту керек. Мысалға, полиция мен әскерилер бұйрықты тиімсіз орындауларына болады. Іздеуде жүрген адамдарды қасақана таппай қалу, қарсылық көрсетуге қатысқан адамдарға байланысты қуғын-сүргін жоспары бойынша қамалатынын немесе жер аударылатынын айтып ескерту, сондай-ақ жоғарыдағы басшыларына маңызды ақпараттарды бермей қою. Тағы басқа, наразы офицерлер өз кезегінде қуғын-сүргін өткізуге байланысты берілген тапсырманы елемей және бір-біріне бағынатын құзырлы орындарға жеткізбей қою, тағы басқалар. Ал сарбаздар шерушілердің басынан асырып жоғары қарай оқ ату, тағы басқалар. Дәл осы сияқты мемлекеттік қызметкерлер іс папкасы мен нұсқауларды жоғалта салу, әдейі баяу жұмыс жасау, ауырып қалып айыққанша үйінде отыру, тағы басқалар. Біз енді стратегияның өзгеруі туралы айтатын боламыз. Саяси бағынбаушылық стратегтері басты стратегиядағы нақты жорық стратегиясының орындалу нәтижесін әрқашан бағалап отырулары керек. Мысалға, күрес күткендегіден қарағанда ойдағыдай болмай қалуы мүмкін. Бұндай жағдайда стратегияға қандай есептеу өзгерістерін енгізу қажет. Қозғалыстың күшін жоғарылатып және бастаманы іліп әкету үшін не істеуге болады? Қандай жағдайларда мәселені анықтау қажет және стратегиялық бағалау жүргізу керек пе? Мүмкін күрес тапсырмасын халықтың басқа тобына беру керек шығар. Мүмкін қосымша күш көздерін жұмылдырып немесе басқа бағытта әрекет істеуді жоспарлау керек шығар. Осыдан кейін жаңа жоспарды дереу іске асыру қажет. Басқа жағынан алғанда, егер күрес күткен нәтижеден әлдеқайда артық болып, диктаторлық режимнің ыдырауы тез болып, бұрында шамалап болжағаннан анағұрлым табысты болып кеткен жағдайда диктаторлардың зәресі мен құтын қашыру үшін демократиялық күштер күтпеген жеңісті пайдаланып қалай алға жылжу керек? Біз осы сұрақтарды келесі тарауда қараймыз.